Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Айгүл 42 жаста. Өмірінде бәрін көрген әйел. Күйеуінен 5 жыл бұрын ажырасқан. Бір қызы тұрмыста, өзі жалғыз. Таңертең жұмыс, кешке үй. Өмірі бір қалыпқа түсіп кеткен. Сол күні де бәрі әдеттегідей басталған. Кешкісін жұмыстан шығып, шашап такси шақырды. Көлікке отырғанда жүргізуші емес, артқы орындықта бір ер адам отырғанын байқап, сәл тосылып қалды. Кешіріңіз, мен де осы бақыттам. Қарсы болмасаңыз, деді ер адам сабырлы дауыспен. Айгүл басын изей салды. Шынын айтқанда, сөйлесуге де зауқы жоқ еді. Бірақ жол ортасына жетпей-ақ бәрі өзгерді. Сіз күнде осы уақытта қайтасыз ба? Деді ер адам. Айгүл таңғалып қарады. Иә, жұмыс қой. Сіз шашаңқы көрінесіз, бірақ өзіңізді ұстай біледі екенсіз. Бұл сөз жай сөз емес еді. Оны соңғы рет біреу қашан байқап еді, есінде жоқ. Айгүл үндемеді, бірақ ішінде бір нәрсе қозғалды. Көлік тоқтағанда ер адам жүргізушіге 2 есе ақша берді. Екеуміздің де жолымызға жетеді, деді жай ғана. Айгүл түсіп бара жатып, ер адамға тағы бір рет қарады. Жасы 45 шамасында. Көзінде сенімдірек. Киімі қарапайым, бірақ сапалы. Атыңыз кім? Деді ол. Айгүл. Мен Арман. Осылайша таныстық басталды. Келесі күні. Айгүл жұмыстан шыққанда есік алдында бір букет гүл тұрды. Үстінде кішкентай қағаз. Кеше сөйлеспей қалдық. Бүгін кешкі асқа шақырам. Арман. Айгүл аң-таң. Бұл не сонда? Кеше ғана танысқан адам. Бірақ жүрегі баяғыда емес соқты. Кешке дейін ойланды. Бармаймын деді. Бірақ кешкісін айнаға қарап тұрып, өзі де байқамай дайындала бастады. Мейрамханада Арман оны күтіп отыр екен. Сіз келмейді деп ойладым, деді жымиып. Өзім де солай ойлағамын, деді Айгүл шын айтып. Сол кеш. Айгүлдің өмірін өзгерткен кеш болды. Арман бос сөз сөйлемейтін адам еді. Әр сөзі нақты, әр әрекеті сенімді. Ол Айгүлді тыңдай білді. Жай ғана тыңдап қоймай, түсінгендей болды. Сіз жалғыз өмірге үйреніп қалғансыз, деді бір кезде. Айгүл таңғалды. Қайдан білдіңіз? Көзіңізден көрініп тұр. Сол кештен кейін бәрі тез өрбіді. Арман күн сайын хабарласты. Гүл, күтпеген сыйлықтар, кешкі кездесулер. Бір апта өтпей жатып, Айгүл өзін басқа адамдай сезіне бастады. Ұмыт болған сезімдер қайта оралды. Бірақ бір нәрсе мазалады. Арман ешқашан күндіз кездеспейді. Әрқашан кешкісін ғана. Телефоны жиі үнсіз режимде. Бір күні Айгүл шыдамай сұрады. Сен неге үнемі кешке ғана боссың? Арман сәл жымиып үнсіз қалды. Жай жұмыс көп, деді қысқа ғана. Айгүл сенгісі келді. Және сенді. Бір күні Арман оны қала сыртындағы қымбат үйге апарды. Үй ертегідей еді. Кең, жарық, барлық жағдай жасалған. Бұл үй ұнай ма? Деді Арман. Әрине. Мұндай үй кімге ұнамайды? Арман оған тік қарап. Егер қаласаң, бұл сенің үйің болуы мүмкін, деді. Айгүл жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Қалай сонда? Арман сәл жақындап, жай дауыспен айтты. Мен саған бәрін бере аламын, Айгүл. Аз ғана үнсіздік. Сосын ең ауыр сөз. Бірақ мені толық қабылдай аласың ба? Айгүл түсінбеді. Нені айтқың келіп тұр? Арман жауап бермеді. Тек көзінен бір құпия жылт етті. Сол сәтте Айгүл алғаш рет сезді. Бұл махаббат қарапайым емес. Ал алдында тұрған таңдау оңай болмайды. Айгүл сол түннен кейін тыныш ұйықтай алмады. Арманның соңғы сөзі миынан шықпай қойды. Мені толық қабылдай аласың да? Нені қабылдауым керек? Деп өз-өзіне қайта-қайта сұрақ қойды. Бірақ жүрегі жауапты сезіп тұрғандай еді. Келесі күндері Арман бұрынғыдай жазып хабарласып тұрды. Бәрі әдемі, бәрі мінсіз сияқты. Гүлдер, кездесулер, жылы сөздер. Бірақ Айгүл енді байқап жүрді. Арман ешқашан таңертең жазбайды. Күндіз жоқ, тек кешке ғана пайда болады. Бір күні Айгүл әдейі күндіз хабарласты. Қазір боссың ба? Жауап 4 сағаттан кейін келді. Жұмыстам. Қысқа, суық. Сол сәтте Айгүлдің ішінде бір нәрсе сынып кеткендей болды. Бір апта өтті. Сол күні Айгүл жұмыстан ерте шықты. Көңілі түсіңкі. Себебін өзі де түсінбейді.
Көшеде келе жатып, үлкен сауда орталығының алдында тоқтап қалды. Ішіне кіргісі келді. Кішкене көңілімді ауыстырайын. Ішке кіріп жай ғана жүріп келе жатқан. Сол кезде көзі бір таныс бейнеге түсті. Жүрегі зу ете қалды. Арман. Бірақ жалғыз емес. Оның жанында бір әйел бар еді. 40-тар шамасында. Өзіне сенімді, қымбат киінген. Қасында 2 бала. Арман сол әйелдің сөмкесін көтеріп, бірдеңе айтып күліп тұр. Айгүлдің аяғы өздігінен тоқтап қалды. Жоқ, бұл жай таныс шығар. Бірақ келесі сәтте бәрі анық болды. Кішкентай қыз Арманға жүгіріп келіп, «Папа!» деп құшақтады. Айгүлдің әлемі сол сәтте қирап түскендей болды. Ол ештеңе көрмегендей бұрылып, сыртқа шығып кетті. Көзіне жас келді. Бірақ жыламады. Тек іші күйіп бара жатты. «Мен не істеп жүрмін?» деді сыбырлап. Сол кеште Арман әдеттегідей жазды. «Қалайсың? Көрсеміз бе бүгін?» Айгүл ұзақ жауап бермеді. Сосын қысқа ғана жазды. «Жоқ, бүгін емес». «Неге?» Айгүл бірден қоңырау шалды. «Сен үйленгенсің бе?» деді бірден. Арман үнсіз қалды. Бірнеше секунд ауыр тыныштық. Сосын «Иә». Бір ғана сөз, бірақ бәрін өзгертті. Айгүлдің даусы дірілдеп кетті. «Сонда сен мені алдадың ба?» «Жоқ», деді Арман сабырлы түрде. «Мен жай ғана бәрін бірден айтпадым». «Бұл алдау». «Айгүл», деді ол жұмсақ дауыспен. «Сен кеткің келсе, мен тоқтатпаймын». Осы сөз күтпеген еді. Айгүл бір сәтке үндемей қалды. «Бірақ», деп жалғастырды Арман, «мен сені жай әйел ретінде көрмеймін». «Онда қалай?» «Ерекше». Келесі күні Арман оны тағы да сол үлкен үйге шақырды. Айгүл бармау керек екенін білді, бірақ барды. Жүрегі ақылын тыңдамады. Үйде олар ұзақ сөйлесті. Бұл жолы бәрі ашық болды. «Иә, менің әйелім бар, балаларым бар», деді Арман тік қарап. «Бірақ бұл менің өмірімнің бір бөлігі ғана». Айгүл ащы күліп жіберді. «Ал менше, қай бөлігімін?» Арман жақындап келді. «Сен менің тыныштығымсың». «Жоқ, мен сенің қателігіңмін». «Жоқ», деді ол қаттырақ. «Сен менің таңдауымсың». Айгүлдің көзіне жас келді. «Мен басқа біреудің күйеуін бөлісе алмаймын». Арман үнсіз тыңдап тұрды. Сосын баяу ғана айтты. «Мен саған бәрін берем. Маған сен керек едің». «Мен де бармын», деді ол, бірақ толық емес. Ұзақ үнсіздік, ауыр таңдау, жүрек пен намыс арасында. Сол сәтте Арман соңғы ұсынысын айтты. «Мен саған бөлек үй берем. Қамқорлық, қауіпсіздік бәрі болады. Ал сен?» «Мен де болам, бірақ жасырын». Айгүл көзін жұмды. Бұл дұрыс емес екенін білді. Бірақ жалғыздықтан шаршаған еді, махаббатты сағынған еді. Сол сәтте ол өз өмірін өзгерткен шешім қабылдады. «Жарайды», деді ақырын. Арман терең дем алды. Ал Айгүл ішінен бір нәрсе үзілгенін сезді. Сол түні ол алғаш рет түсінді. Ол енді жай әйел емес. Ол біреудің жасырын әйел еді. Айгүл жаңа үйге көшкен күні өзін бөтен адамдай сезінді. Үй расымен керемет еді. Кең, жарық, қымбат жиһаз, барлық жағдай жасалған. Терезеден қала алақандағыдай көрінеді. Кез келген әйел армандайтын өмір. Бірақ бұл үйде тыныштық тым ауыр еді. Алғашқы күндері Айгүл өзін жұбатты. Уақыт керек, бәрі орнына келеді. Арман сөзінде тұрды. Ақша, киім, сыйлықтар ештеңеден тарықтырмады. Кешке келеді, бірге тамақ ішеді, әңгіме айтады. Қасында болғанда бәрі шынайы сияқты. Бірақ таң ата ол кетеді. Және үй қайтадан бос қалады. Бір апта өтті. Айгүл бір нәрсені анық түсінді. Бұл өмір әдемі тор. Сыртынан қарасан бақыт, ішіне кірсең жалғыздық. Бір күні көршісі есігін қақты. «Сәлеметсіз бе? Жаңа көшіп келдіңіз бе?» деді күлімдеп. Айгүл сасып қалды. «Иә, жақында ғана». «Күйеуіңіз көрінбейді ғой?» Жүрегі шімете қалды. «Жұмыста», деді қысқа ғана. Алғаш рет өтірік айту ауыр тиді. Сол күннен бастап Айгүл сыртқа сирек шығатын болды. Таныс болудан қорықты, сұрақтардан қашты. Өз өмірін өзі жасырып жүргендей. Бірақ ең қиыны күту еді. Арман кейде келеді, кейде жоқ.
кейде жиналыс дейді, кейде шетелге кеттім дейді. Ал Айгүл тек күтеді. Телефонға қарап, хабарлама күтіп. Бір күні түнгі сағат 11-де ғана келді. Айгүл шыдай алмады. Сен үшін мен кіммін өзі? Арман күрсінді. Айгүл, бастама. Жоқ, айт, мен кіммін? Әйелің бе? Әлде жай уақытша адам ба? Арман оған тіке қарады. Сен бәрін біле тұра келдің. Бұл сөз пышақтай тиді. Айгүл үнсіз қалды. Келесі күндері ол өз-өзімен күресті. Мен не істеп жүрмін? Бұл менің өмірім бе? Бірақ әр жолы Арман келгенде, ол бәрін ұмытып кететін. Жылы сөз, қарауы, құшағы. Ол оған тәуелді болып бара жатқанын өзі де сезбеді. Бір күні күтпеген жағдай болды. Айгүл дүкенге шықты. Сирек шығатын. Бірақ сол күні үйде отыра алмады. Көшеде келе жатып, бір мейрамхананың жанынан өтті. Ішке қарады. Және қатып қалды. Арман. Тағы да. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай емес еді. Ол күліп отыр. Қарсысында сол әйел. Ресми әйелі. Екеуі еркін, ашық, жасырын емес. Әйел оның қолын ұстап отыр. Ал Арман қарсы емес. Айгүлдің көзіне жас толды. Бірақ бұл жолы ол бұрылып кетпеді. Ол ішке кірді. Баяу, сенімді қадаммен. Арман оны бірден көрді. Көзі үлкейіп кетті. Айгүл? Мейрамхана іші бір сәтке тынышталып қалғандай болды. Ресми әйелі таңырқап қарады. Ол кім? Айгүлдің жүрегі қатты соғып тұрды. Бірақ ол алғаш рет қорықпады. Мен бе? Деді жай ғана. Аз ғана үзіліс. Сосын, мен сіздің күйеуіңіздің шын өмірімін. Арман орнынан атып тұрды. Айгүл, тоқта! Бірақ кеш еді. Ресми әйелдің жүзі өзгеріп кетті. Не айтып тұр бұл? Айгүл көз жасын тия алмай. Сұраңыз күйеуіңізден. Сол сәтте бәрі өзгерді. Жасырын өмір енді жасырын емес еді. Ал Айгүл алғаш рет түсінді. Бұл ойынның соңы ауыр болады. Мейрамханадағы үнсіздік ұзаққа созылмады. Не айтып тұр бұл әйел? Деді ресми әйелі қатты дауыспен. Арман бір сәтке не айтарын білмей қалды. Жүр, сыртқа шайық, деді ол Айгүлге сыбырлап. Жоқ, деді Айгүл бірден. Бүгін бәрі осы жерде айтылады. Бұл бұрынғы Айгүл емес еді. Бұл шыдамы таусылған әйел еді. Ресми әйел орнынан тұрды. Арман, түсіндір, деді қатқыл дауыспен. Арман ауыр күрсінді. Бұл жай таныс. Айгүл ащы күліп жіберді. Таныс па? Сонда мен тұрып жатқан еше, күн сайын келіп жүргеніңше. Сол сәтте әйелдің көзі ашылып кетті. Не? Мейрамханадағы адамдар бұрылып қарай бастады. Арман ашуланып кетті. Айгүл, жетеді. Жоқ, жетпейді, деді ол. Мен жеткілікті үндемей жүрдім. Ресми әйелдің көзіне жас келді. Бұл рас па? Деді жай ғана. Арман үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрінен ауыр болды. Бірнеше минуттан кейін бәрі сыртта жалғасты. Ресми әйел кетіп қалды. Арман артынан жүгірмеді. Ол тек Айгүлге бұрылды. Көзінде ашу. Сен не істедің, түсінесің бе? Айгүлдің дауысы дірілдеді. Мен шындықты айттым. Саған не жетпеді? Үй бердің, жағдай жасадың. Міне, шын сөз шықты. Айгүлдің жүрегі ауыршым етті. Маған сен керек едің, деді ақырын. Мен бармын ғой. Жоқ, сен ешқашан толық болған емессің. Арман бір сәтке үнсіз қалды. Сосын суық дауыспен айтты. Сен бәрін біле тұра келдің. Тағы да сол сөз. Бірақ бұл жолы одан да ауыр тиді. Айгүл көз жасын сүртті. Иә, келдің. Бірақ бұл өмірдің осындай болатынын білмедің. Онда не қалайсың енді? Деді Арман. Айгүл жауап бермеді. Өзі де білмейтін. Сол түні Айгүл үйге жалғыз қайтты. Бұрынғыдай емес. Бұл үй енді бөтен емес, бірақ жылы да емес. Айнаға қарап тұрып, өзіне сұрақ қойды. Мен кім болдың? Жауап жоқ. Келесі күндері Арман хабарласпады. Бірінші рет. Айгүл күтті. Бір күн, 2 күн, 3 күн. Тыныштық. Сол кезде ғана ол түсінді. Ол тек келетін кезде ғана керек адам болған. Ал қалған уақытта жоқ сияқты. 4-ші күні Арман өзі келді. Ештеңе болмағандай. Қалайсың? Деді жай ғана. Айгүл таң қалды. Сен 3 күн жоқ болдың. Жұмыс болды.
Сенің отбасың ше? Арман ашулана бастады. Тағы бастама. Мен енді үндемей жүре алмаймын. Үлкен жанжал басталды. Айгүл алғаш рет бәрін айтты. Мен сенің көлеңкең болып өмір сүргім келмейді. Мен біреумен бөлісетін адам емеспін. Мен де әйелмін. Мен де бақытты болғым келеді. Арман тыңдап тұрды. Бірақ оның көзінде мейірім емес, шашау болды. Сен тым көп нәрсе талап ете бастадың, деді ол. Бұл сөз соңғы соққы болды. Айгүл үнсіз қалды. Баяу ғана диванға отырды. Көзі бос. Онда неге мені өміріңе кіргіздің? Деді сыбырлап. Арман жауап бермеді. Сол түні ол кетіп қалды. Есікті ақырын жауып. Үйде тыныштық. Бірақ бұл жолы басқа тыныштық. Суық, бос. Айгүл төсекте отырып ұзақ ойланды. Көзінен жас ақты. Бірақ кенет басы айналып кетті. Жүрегі айни бастады. Ол орнынан тұрып айнаға қарады. Өзіне бір түрлі. Келесі күні Айгүл дәріханаға барды. Қолы дірілдеп тұрды. Тест алды. Үйге келіп ұзақ қарады. Ашу, қорқыныш, үміт. Бәрі аралас. Сосын тестті ашты. Бірнеше секунд, 2 сызық. Айгүлдің қолы қалтырап кетті. Ол жай ғана сыбырлады. Жоқ, мүмкін емес. Бірақ ішінен бәрін түсінді. Сол сәтте оның өмірі тағы да өзгерді. Енді ол тек жасырын әйел емес еді. Ол ана болғалы тұрған әйел еді. Айгүл ұзақ уақыт тестке қарап отырды. 2 сызық. Қарапайым ғана белгі, бірақ өмірін түбегейлі өзгертіп жіберетін шындық. Мен ана боламын ба? Деді сыбырлап. Жүрегі бір жағынан қорықты, бір жағынан жылып кетті. Бұл бала кездейсоқ емес еді. Бұл оның өміріндегі жалғыз шынайы нәрсе сияқты сезілді. Бірақ келесі ой бәрін бұзды. Әкесі кім? Жауабы анық. Арман. Сол сәтте Айгүлдің бойын үрей басты. Ол не дейді? Қалай қабылдайды? Сол күні кешке Айгүл өзі хабарласты. Кездесейік, маңызды. Арман көк күттірмеді. Әдеттегідей сабырлы, суық күйде келді. Не болды? Деді қысқа ғана. Айгүл біраз үндемей отырды. Сосын тікелей айтты. Мен жүкті болдым. Бөлме іші қатып қалғандай болды. Арманның жүзі бірден өзгерді. Алғаш рет ол абдырап қалды. Сен сенімдісің бе? Деді баяу. Е. Ұзақ үнсіздік. Арман терең дем алды. Қолын маңдайына қойды. Бұл қиын жағдай. Бұл сөз Айгүлдің жүрегін тіліп өтті. Қиын ба? Бұл сенің балаң, деді ол. Мен түсінем, бірақ не? Даусы көтеріліп кетті. Арман көзін тайдырып. Қазір уақыт емес. Сол сәтте Айгүл бәрін түсінді. Сен бұл баланы қаламайсың ба? Деді жай ғана. Арман бірден жауап бермеді. Сол үнсіздік жауаптан да ауыр еді. Айгүл, деді ол ақырын. Бұл жағдайды ушықтырады. Менің отбасым бар. Бизнесім бар. Қазір бәрі тұрақсыз. Ал мен ше? Деді Айгүл. Сен бәрін түсінетін едің. Жоқ, деді ол. Мен бәрін кешіретін едім. Бірақ баламнан бас тартпаймын. Арман ашулана бастады. Сен эмоциямен сөйлеп тұрсың. Жоқ, мен ана ретінде сөйлеп тұрмын. Екеуінің арасында алғаш рет нақты шекара пайда болды. Бұл жолы махаббат емес, таңдау тұрды. Арман орнынан тұрды. Ойлан, бұл өміріңді қиындатады. Айгүл де тұрды. Бұл менің өмірім. Мен көмектесем, бірақ бәрін жария қылмай. Мен жасырын баламен өмір сүрмеймін. Бұл сөз бәрін өзгертті. Арман үнсіз қалды. Сосын суық дауыспен айтты. Онда өзің біл. Және кетіп қалды. Есіктің жабылған дыбысы бұл жолы нүкте сияқты естілді. Айгүл диванға жайлап отырды. Көзіне жас келді. Бірақ бұл жолы ол әлсіздік емес еді. Бұл шешім еді. Ол ішін ұстап баяу сөйледі. Мен сені қалдырам. Сол сәтте алғаш рет ол қорыққан жоқ. Бірақ қиындық енді басталды. Бірнеше күннен кейін Айгүлге бейтаныс номерден қоңырау келді. Сен Айгүлсің де? Деді әйел дауысы. Айгүлдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Иә, мен Арманның әйелі. Тыныс тарылды. Біз сөйлесуіміз керек, деді ол. Не туралы? Деді Айгүл. Сен туралы, және сенің балаң туралы. Айгүл қатып қалды. Сіз қайдан білесіз?
Мен бәрін білемін, деді суық дауыспен. Аз ғана үзіліс. Сосын, егер өзің айтпасаң, мен бәрін өзім ашамын. Қоңырау үзіліп қалды. Айгүл телефонды баяу түсірді. Қолдары дірілдеп тұр. Сол сәтте ол түсінді. Бұл енді тек оның жеке өмірі емес, бұл үлкен дауылдың басталуы еді. Айгүл айнаға қарады. Көз өзгерген. Әлсіз әйел жоқ. Орнында шешім қабылдаған ана тұр. Жетер, деді ол. Енді мен жасырынып өмір сүрмеймін. Сол түні ол ең қиын шешім қабылдады. Барлығын ашу, қандай болса да, соңына дейін бару. Өйткені бұл жолы ол тек өзі үшін емес, баласы үшін күресетін еді. Айгүл түні бойы ұйықтамады. Телефон жанында. Ойлары мыңға бөлініп кеткен. Бір жағында қорқыныш, бір жағында батылдық. Бірақ ішіндегі бір ғана ой бәрінен күшті болды. Мен енді жасырынып өмір сүрмеймін. Келесі күні түсте кездесу белгіленді. Қала ортасындағы тыныш кафе. Айгүл бірінші келді. Қолын ішіне қойып отыр. Жүрегі қатты соғып тұр. Біраздан кейін есік ашылды. Ішке Арманның әйелі кірді. Сымбатты, тік, көзі суық. Ол жай ғана келіп қарсысына отырды. Айгүл, деді қысқа. Иә. Ұзақ үнсіздік. Екі әйел, бір еркектің тағдырын бөлісіп отырған. Қанша уақыт, деді әйел. Бірнеше ай. Сен білдің де оның үйленгенін? Айгүл көзін сүрді. Иә, кейін білдім. Әйел ащы жымиып қойды. Бәрі бірдей екен. Бір сәт тыныштық орнады. Сосын Айгүл батылданып, мен жүкті болдым. Әйелдің көзі бірден өзгерді. Бұл жаңалық. Тіпті оны да шайқалтты. Сен шындап айтасың ба? Иә. Әйел орнынан тұрып кете жаздады, бірақ өзін ұстап қалды. Ол терең дем алып, қайта отырды. Арман айтты ма саған не істеу керектігін? Иә, деді Айгүл. Бірақ мен өз шешімімді қабылдадым. Қандай? Айгүл тік қарап, мен бұл баланы қалдырам. Ұзақ үнсіздік, бірақ бұл жолы тыныштық басқа еді. Ашу емес, ойлану. Әйел баяу сөйледі. Сен менің орнымда болсаң, не істер едің? Айгүл бір сәт ойланып қалды. Мен өзіңді таңдар едім. Бұл жауап күтпеген еді. Сол сәтте есік тағы ашылды. Арман кірді. Ол екеуін бірге көріп, қатып қалды. Бұл не? Деді ашулы. Бұл шындық, деді әйелі. Арман жақындап келді. Айгүл, сен не істеп жүрсің? Мен енді қашпаймын, деді ол сабырлы түрде. Сен бәрін құртып жатырсың. Айгүл орнынан тұрды. Жоқ, мен тек өтірікті тоқтатып жатырмын. Әйелі сөзге араласты. Ол жүкті. Арман үнсіз қалды. Бұл жолы шын мәнінде. Бұл рас па? Деді ол сыбырлап. Айгүл басын изеді. Арман орындыққа жайлап отырды. Басы төмен. Алғаш рет. Ол әлсіз көрінді. Енді не істейміз? Деді ол. Бірақ бұл сұрақ кеш еді. Айгүл жай ғана жауап берді. Сен өз өміріңді таңда, сосын ішін ұстап. Ал мен өзімді. Әйелі оған қарап отырды. Көзінде ашу жоқ еді. Бәлкім шақшау ғана. Айгүл сөмкесін алды. Есікке қарай жүрді. Бір сәт тоқтады. Артқа қарады. Арман екі өмірдің ортасында отыр. Бірі өткен, бірі қатерік, бірі шындық. Айгүл жай ғана айтты. Мен сенің жасырын әйелі болдым. Аз ғана үзіліс. Сосын, бірақ енді өз өмірімнің ашық иесі боламын. Ол шығып кетті. Бұл жолы бір жолы. Бірнеше айдан кейін Айгүл кішкентай пәтерде отыр. Қарапайым, бірақ жылы. Қолында жаңа туған сәби. Тыныштық бар. Бірақ бұл жолы жалғыздық емес. Бұл жаңа өмірдің тыныштығы. Ол баласына қарап күлімсіреді. Біз бәрін өзіміз бастаймыз, деді жай ғана. Терезеден күн түсіп тұр. Жаңа күн, жаңа тағдыр. Айгүл бәрін жоғалтқандай болды, бірақ шын мәнінде өзін тапты.